Болса егер менің саған керегім, күндерімді, түндерімді, ой толқынын, сыр толқынын саған ғана беремін, деп Бауыржан атамыз от жалын кешіп жүріп айтқан сөзі, ерлікті, елдікті, отансүйгіштікті насихаттайды. Мен де өзімнің жерлес, кеңес одағының батыры атағына ие болған Темір Масин мен Мәншүк Мәметовадай ержүрек батыл жауынгерлердің шыққандығын мақтанышпен жеткіземін. Отан алдындағы борышын сақтап, қанды қырғын соғысты тұншықтырып, ұрпағына бақыт әкелген ардагерлерімізге мың алғыс айтамыз. Ұлы жеңіске жеткенімізге қаншама жылдар өтсе де, біз әлі күнге дейін отан соғысы майданында қаза тапқандарды еске алып, олардың алдында басымызды иеміз. Осы батырларымыздың ерліктері біздің жүрегімізде мәңгі сақталады, және фашизмді жеңген батырлардың өшпес даңқы да мәңгі жарқырап тұрады. Жау қаһарынан қаймықпай ерлік көрсетіп, елін, жерін қорғау дегеннің біз секілді нағыз ұрпақтың бойымызға сіңірудегі еңбектері орасан зор деп санаймын. Елі мен жерінің игілігі үшін басын оққа тіккен азаматтарды отанға деген сүйіспеншіліктері жеңіс тұғырына жеткізгендігі ардагерлеріміздің арқасында екендігі белгілі. Ер есімі ел есінде мәңгі сақталады. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмақ емес. Тәуелсіз Қазақстан елі өз боздақтарын қастерлеп қасиеттейді. Біз де өз аталарымыз бен әжелерімізді мақтан тұтамыз. Өйткені олар біз үшін, отан үшін қасық қандары қалғанша күресіп, бізге жеңіс сыйлады.